Биыл солтүстік Қазақстан облысында 3 білім ошағы қолданысқа беріледі. Солардың біреуі Петропавлдағы Жасөркен ықшам ауданында орналасқан. Бұл ғимаратқа Қожаберген Жырау атындағы нөмір 6 мектеп көшті. Бүгін жаңа тұрғызылған нысанның ішкі жағдайымен өңір әкімі Құмар Ақсақалов танысып бағасын берді. Қаладағы мына нөмір 6 мектептің ұл-қыздары бұрын 3 ауысыммен оқитын. Сыныптар саны жетіспей, ғимараттың іші тар болды. Сәйкесінше оқушыларға сабақтан кейін қосымша білім алуға мүмкіндік туған жоқ. Бұл балалар мен ұстаздарға біраз ыңғайсыздық тудырды. Мектептің өзі де тым ескі, нысан сонау 37 жылдары тұрғызылыпты. Сол себепті жергілікті билік 2017 жылы білім ошағының ғимаратын ауыстыруды шешкен. Ал бұл осы мектептің жаңа келбеті. Нақтырақ айтсақ, су жаңа тұрғызылған нысан. Енді 4 күннен кейін мұндағы парталарға ұл-қыздар жайғаспақ. Бүгін атқарылған шаруамен және жаңа мектептегі жағдаймен танысуға өңір басшысы Құмар Ақсақалов келді. Жаңа мектептің іші жарық, жылы, кең. Сыныптар балалардың сапалы білім алулары үшін барлық заман игіліктерімен жабдықталған. Және әр кабинетке интерактивті тақта орнатылыпты. Тағымыз деп жазса оқушы. Және жазылған жазуды ол өзіне саусағымен өзіне қажетті жерге апарып қоя алады. Сонымен қатар бұл тақтаның тағы да бір ерекшелігі, тақтада оқушы саусақпен жаза алады. Мысалға, мына жерде бір оқушы жазып атса, келесі жерде екінші оқушы жаза алады. Бұндай құралдардың кәдімгідей Нұр-Сұлтан қаласында мен бірнеше жыл бұрын тек қана орталық мемлекеттік органдарда ғана көрген едім. Енді сол жылдары кәдімгідей барлығы таң қалып, мынандай мүмкіндіктері бар, функциялары бар деп жұмыс жасаған еді. Енді біздің өзіміздің сол кәдімгідей мектептерде қойыватқан құрал өте жақсы. Солай емес пе? Өте жақсы. Енді жақсылап балалар оқысын. Бұрынғы мектепте 600 бала оқыды, ал білім ошағының өзі тек 200 орынға ғана шақталған болатын. Ал жаңа салынған ғимарат енді бір уақытта 900 оқушыға дейін қабылдай алады. Сәйкесінше балаларға бір ауысымда ғана оқуға мүмкіндік туады. Оқу үрдісі бір кезекте ұйымдастырылады. Егерде бұрынғы мектепте оқу үрдісі бізде 3 кезекте ұйымдастырылған болса, бұл жерде бізге үлкен мүмкіндік туып тұр. Бір кезекте ұйымдастырып, екінші кезекте балаларға сапалы білім беруге және сапалы қосымша білім беруге бізде сондай үлкен мүмкіндік туып тұр. Спорт залда зәулім қылып тұрғызылған екен. Жеткіншектердің зеректігін арттыратын ойын құралдарымен жабдықталыпты. Бәрі ұстаздар қауымы мен оқушылар армандағандай. Осындай спорт залдың дәл жартысы болған шығар. Иә. Жартысы. Одан да аз шығар. Осының жартысы болды. Далада үлкен бір стадиондар бар. Үлкен футбол алаңы бар, сосын 3 волейбол алаңы тұр, сосын баскетбол алаңы бар бізде далада. Сосын жүгіретін жеріміз бар, жеңіл атлетика. Кең алаңымыз, кең үлкен. Киім шешетін, киім ауыстыратын, душы да бар шығар, душы да. Облыста мектепке баратын балалардың саны жылдан жылға артып келеді. Ал ғимараттар болса, уақыт өткен сайын ескіруде. Мәселен, биыл 9000 бала мектеп табалдырығын алғаш рет аттайды. Сол себепті өңірде жаңа білім нысандары тұрғызылып, тозғандары қайта қалыпқа келтірілуде. Былтырдың өзінде облысымызда 142 мектеп жөндеу көрген екен. Жыл сайын облыстық бюджеттен, республикалық бюджеттен біраз қаражат бөлінуде. Былтыр 5 миллиард теңге бөлініп, 142 оқу орындары қалпына келтірілді. Биыл да 5 миллиард теңге бөлініп, 107 оқу орындары жақсы жөндеу жұмыстарынан өткізілді. Автобуспен де қамтамасыз етілуі биыл толығымен шешіледі. 43 микроавтобус алынды. Сондықтан ол да сұрақ ең біріншіден ауыл жерлерге қажеттілігін 100% біз жабайын деп отырмыз. Айта кеткен жөн, пандемияға байланысты жоғары сынып оқушылары қашықтықтан оқиды. Сол себепті балаларға компьютер қажет. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов бұл мәселені де алдын ала ойластырып қойған. Биыл қыркүйектің 1-іне дейін өңір мектептеріне жергілікті Киров атындағы зауытта жиналған 2000 компьютер жеткізіледі. Бердімұрат Байымхан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.